Қашықтағы махаббат. Айзаттың сыртынан қарап тұру, оның аяғын асықпай басып келе жатқанын, жай ғана жымиып күлгені, қара шашты бәрі маған ерекше секілді көрінетін. Балконнан Айзатқа қарап отырып өзімді бақытты сезінетінмін. Біраз уақыт өткен соң мен оның телефон нөмерін алдым. Танысып алдық, күнде сөйлесетінбіз. 8-ші, 9-ші, 10-ші сыныптар осылайша өтіп жатты. Жылдан жылға бір-бірімізге бауыр басып бара жаттық. Көп рет апам түнде телефонмен жасырып сөйлесіп жатқанымда ұстап алып ұрсатын да. Апам ұйықтады-ау деген кезде телефонға қайта жармасатынмын. Қанша ұрыс естісем де қоймайтынмын. Айзатпен уақыт тез өтіп кетті. Сабақтан енді келіп телефонды жаңа ғана алған секілдісің, ал шындап келгенде біз 2-ші сағат сөйлесіп жатқан болып шығамыз. 10-ші сыныпта мені Айзаттың сыныбына ауыстырды. Оны есіткенде енді бір сыныпта оқитынымызға сенгім келмей, қуаныштан секіріп алдым. Уақыт тез өтеді емес пе? Көзді ашып жұмғанша біз бітіруші сынып болдық. Бір күні сабақтан шығып бара жатып Айзатқа аздап кідіре тұруды сұрадым. Барлық оқушылар кетіп қалды. Сыныпта тек екеуміз ғана қалдық. Алғашында мен сезімді қалай бастарымды білмедім. Батылымды жинай келе Айзатқа 8-ші сыныптан бері ұнататынымды, жақсы көретінімді жеткіздім. Айзат біраз үнсіз тұрды да, білетінмін, мен ұнататыныңды сезіп жүрдім. Маған сенімен сөйлескен ұнайды. Данияр, сен жақсы ұлсың, маған ұнайсың, бірақ аздап ойлану керек деп жауап берді. Айзатты күтумен 3 күн өтті. Асқа тәбетім болмай, әр сәтқа алаңдап, түні бойы ұйықтай алмай шықтым. Әрең дегенде шыдап, келесі күні Айзатқа бардым. Айзат келісім берді. Аздап асыққанымды кейін білдім. ұбт-ға дейін дайындықтың қыза түскен кезі болатын. Менің уақытым болмай кетті. Айзатты тіпті үйіне шығарып сала алмадым. Ойлана келе сөйлесіп отырып, мен оған уақытша айырылыса тұрайық, мектеп бітіргеннен кейін қайта бастармыз деген ұсыныс жасадым. Айзат та түсінген болу керек. Құптағанын басқа ештеме деп айта қоймады. ұбт-ны ойдағыдай тапсырып, иығымыздан үлкен жүк түскендей болды. Бітіру кешінде мен Айзатпен бірге жүрдім. Байқағаным, Айзат бірінші кездері мен балконнан қарайтын бала Айзат емес, өсіп қарсы көз қиылған бойжеткен Айзат. Кеш бойы біз бірге ұзақ биледік. Таңды бірге қарсы алдық. Көңілім алып-ұшып Айзатқа қайта қарай бердім. Құжатымды жинап ЖО-ға тапсыруға Астанаға келдім. Тапсырып, оның жауабын білгеннен кейін Таразға қайттым. Кеткенге дейін кездесіп жүрген Айзат мен болған 2 аптада Алматыға көшіп кетіпті. Төбемнен жай түскендей болды. Бірақ біз сонда да хабарласып сөйлесіп жүрдік. Мен жылына 2 рет Алматыға барып емделетінмін. Астанаға келгеннен көктемде мен әдеттегідей Алматыға бардым. Досым күтіп алды. Тексеріліп болғаннан кейін мен Айзатпен кездестім. Қаланы араладық. Ұмытылмастай болды. Келесі келгенімде ол мені үйіне қонаққа шақырды. Мамасымен таныстырды. Біз сөйлесіп көріскенмен бұрынғыдай деп болған жоқ. Арамыз алыстай кеткендей болды. Айзаттың маған деген көңілін бұрынғыдай емес екенін біліп қалдым. Айзатты қимайтынмын, бірақ осылайша әрі қарай жалғастыру да ақымақтық болатын. Біз айырылыстық. Махаббат арақашықтықтың әсері желдің отқа әсер секілді әлсіз өшіреді, күштісін өршітеді дегендей біздің сезіміміз мүмкін әлсіз де болған шығар. Ол жағы маған қараңғы. Мен тек Айзатқа бақыт тілеп қана бердім.